қалай болатын? Бәрі айналада шаруалықтардың бәрі проблема бастары қатып отыр қазір. Не істерін білмей отыр. Қосымша кәсіптерім болғасы соның арқасында отыр. Тек малдың арқасы, мал сатып, мал жемдеп ол утопия болады. Бұл көршілес Атырау, Маңғыстау облысындағы биылғы көрініс. Әлеуметтік желіде таралған бұл бейнелер тым аянышты көрінеді. Бар ырыздығын алдындағы төрткүліктен алған халқымыз үшін бұл ауыр жағдай. Ойсылғара мен Зеңгі бабаның, Қамбар атаның тұқымының осыншама жүдеу күйге түсіп, қырылуы жергілікті шаруалар үшін үлкен соққы болды. Бұл осыдан 20-25 күн бұрынғы сәт. Шілде басталып, күн ысыған кезде мұндағы шаруашылықтың кетеуі кете бастады. Малдан өнім алмақ түгілі басын сақтап қалудың өзі мұң болды. Себебі далада шөп жоқ, жем болса емге таптырмайды. Бар жемнің бағасы құйма алтыннан қымбат. Оны тонналап алуға шаруалардың қалтасы көтермейді. Шөп дейтін қазір бір түгі 1800 теңгеден кем емес. Кебек дейтін 2200-2400 теңге. Оның фермерлердің жағдайы өте соны сатып алуға келеді деп ойлай алмаймын. Осыдан 3-4 жыл бұрын 700-800 теңге болатын еді шөп. Бір түк шөп. Қазір 2 есе қымбаттап кетіп отыр. Аталған өңірдегі жағдайға байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жедел кешенді шараларды қабылдауға пәрмен берді. Ел қазынасынан қаржы бөлініп, аймақтарға жеткізіле бастады. Үкімет пен әкімдер бәйтерек холдингімен бірлесіп, зиян шеккен фермерлерге қолдау көрсету үшін шұғыл түрде кешенді шаралар әзірлеуге тиіс. Үкіметтің төтенше жағдайға арналған резервін пайдаланыңыздар. Қажетті көмекті беріңіздер. Мемлекет міндетті түрде қажетті көмекті көрсетеді. Сондай-ақ шаруалар да ортақ жұмысқа атсалысуы қажет. Әрине, мұндайда қазақ елі қарап қалмай қолдан келген көмегін беруге қам жасаған еді. Атырау мен Маңғыстау өңіріне жан-жақтан шөп жеткізіле бастады. Вагондап тиелген мал азығын жергілікті тұрғындар қуана бөліп алып жатты. Мұндай игілікті істе ақтөбелік шаруалар алғы саптан көрінді. Олар көрші облысқа алғашқы болып жәрдем берді. Қазіргі таңда 1420 рулон шөп дайын тұр. 1000 тюк дайын тұр. Біз оларға маңғыстаулықтарға былай деп айтып жатырмыз. Егер де көліктеріңіз болса, біз осы Ақтөбеден, Ақтөбе облысының әрбір аудандарының шаруа қожалықтарынан тегін жаңағы айтылған шөпті тиеп жібереміз. Екінші жағы бар, егер де ондай жағдай болмаған жағдайда біз өзіміздің көліктермен тиеп жібереміз. Бірақ олар сол жаққа барғаннан кейін сол шөпті сол барған көліктің қақына сатып алатындай мүмкіндік болу керек қой. Ақтөбе облысына келсек, көршілерімізге қарағанда жағдайды жақсы деп айтуға әбден болады. Өткен жылғы облыс әкімінің жергілікті шаруаларға жасаған қолдауы биыл өз жемісін берді. Сөзімізге ауыл шаруашылығы маманы айтқан пікір дәлел. Бір қате заң бар. Мына жем шөппен қамтамасыз етуді министрлік алды да облыс әкімдеріне артып тастады. 2-ақ қана облыстың әкімі қимылдады. Оразалин, Гүлшара Абдықалықова. Қалған бірде-бір әкім жем шөптің мәселесін шешкен жоқ. Екеуі ғана улады, шулады, шешіп шығарды. Содан Ақтөбе аман есен шықты. Шынымен де, жергілікті атқарушы биліктің осындай батылық адамның арқасында ақтөбелік шаруалар өткен қыстан қиналмай шықты. Оны өздері де айтты. 2020 жылы облыс әкімінің қолдауымен ондасының сыйлығына көп рахмет. Шаруаларға, Ақтөбенің шаруаларына соның ішінде жем шөп мал азығына қаражат бөлінді. Соны біздің Ақтөбенің шаруалары 100% алды деуге айтуға болады. Себебі ол болған жағдай ірі қара малға 30 мыңнан, жылқыға 20 мың, қойға 5 мың теңгеден жем шөпке азығына төленді. Әрине бұл жерде айта кететін жағдай, облыс әкіміне көп рахмет. Биылғы жазда жауын шашын түсімі аз болып тұр. Бірақ соған қарамастан ақтөбелік шаруалар шөп өру науқанына қызу кірісіп жатыр. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып, қорасын мал азығына толтыруға әрекет жасауда. Себебі алдағы қыстың қалай боларын ешкім болжай алмас анық. Мәселен, Алға ауданындағы Марлен Баймағамбетов жетекшілік ететін шаруашылықтың судан шөбі өсіп тұрған алқапты көзіміз шалды. Биыл шығымы жақсы көрінеді. Жаңбыр жауса, екпе шөптің бұл түрін жылына 2 рет орып алуға болады. Бізді өзімізді 40% шөппен қамтамасыз еттік. Жалпы толық 100% қамтамасыз еткеннен кейін ауылдың бізде мұқтаж адамдарға көмек жасаймыз, өзіміз жұмысшыларымызға шөптерін береміз. Жылда біз сентябрьге дейін шөп дайындықпен айналысатын едік. Биыл енді қазан айына дейін осыны созылатын шығар деп ойлап отырмыз.
және де былтыр біздер енді көп жылдық шөптарды уже 400 гектарға еркек шөбін септік. Биыл сол 1,5 гектар қосымшамен кеше Қостанайдан тұқым алып келдік. Эспарцет, еркек шөп, доник деген шөптер, көп жылдық шөптерді алып келдік. Солардың егістерін 1,5-2 гектарға дейін ұлғайтып жатырмыз. Айтпақшы, ақтөбелік шаруалардың Атырау, Ақтау облысына деген көмегіне алғыс ретінде қостанайлық фермерлер көп жылдық шөптің тұқымын берген. Мұны теңдей бөліп, шаруалар келер жылы егіп, өнімін алатын болды. Қостанай облысына барып, өзіміздің енді тұқым алып жатқан кезде Қостанай облысынан азамат Өсем деген азаматтар агропарасат деген шаруашылық мына көмек болсын деп көп жылдық шөп, доник деген шөптің тұқымын беріп 5 тонна, соны мына Ақтөбе облысынан көмектесіп бөліп қолдап жатқан шөп жер жатқан жігіттерге соны алғысын айтып білдіріп, сол шөптің тұқымын маған аманат етіп тапсырып, соны жігіттерге таратып беруін сұрадым. Мәртөк ауданындағы шаруалар да қамсыз емес. Шөп орып, жинау жұмысына кіріскен тракторлардың дауысы даланы жаңғыртады. Дегенмен ылғалдың аздығынан шөптің биылғы шығымы аз екенін айтады. Десе де мемлекеттен қаржылай қолдау алған шаруалар жергілікті тұрғындарға қажетті шөптен жәрдем береміз деп отыр. Кеш шықтық сенокосқа. Енді оған қарамастан біздер енді үлгеріп жатырмыз. Уақыт-уақытына өзімізге де дайындап жатырмыз, халыққа да беріп жатырмыз. Халыққа енді сразу осы жерден полядан тиеп жіберіп жатырмыз. Жақын ауылдарға таратып жатырмыз шөпті. Біріншісі Қаратоғай, Қорайлы, Кеңсахара, оның Нагорныйды, қазақша аты Саржансай, Радниковка, сол ауылдардың бәріне енді қолымыздан келгенше істеп жатырмыз, доставкасын апарып жатырмыз, үлгеріп жатырмыз. Айтпақшы, бұл жерден қызылордалық жүк көлігін көзіміз шалды. Сөйлесе келе жүргізушінің Арал ауданының тумасы екенін білдік. Ақтөбеден шөп тасымалдап жүр екен. Ақтөбе облысынан келіп шөп алып жатырық Аралға. Аралда шаруашылық сәл мал шаруашылыққа сәл қиындау болып жатыр. Сол кісілер заказ беріп, құда қаласа шөп тиіп апарамыз сояққа. Мына жеп жатыр, арам шөп, Русландар жеп жатыр. Бұған арам шөп, адал шөп жоқ-ау дейік, бәрін жеп жатыр. Биылғы жазда жауын-шашынның аз түскені аздай ақтөбелік шаруалар үшін тағы бір кедергі пайда болды. Аты шалғын құрт деп аталады. Бірақ қауіптілігі сол, жолындағы өсімдік атаулыны шайпап кетеді. Жусан ба, ағаш па бәрібір, мүжіп жей береді. Біз мына далалықтарды бүкіл шөптердің басында бүкіл нелерімізді жеп осылай құртып жатыр. Бұлмен біз қазір күресе алмаймыз, себебі алқаптар өте жоғары көп. Бұл жағдайда өсімдіктерді қорғау заңнамасына сай шаруа қожалықтары өз жеріндегі зиянкестермен өздері күресуге міндетті. Себебі қазына қаражатынан тек шегірткеге қарсы күрес жүргізіледі. Ал осындай шалғын көбелектің көзін жою үшін шаруалар өз қаржысын жұмсап, кейін шығынның тең жартысын субсидиялай алады. Мына зиянкестерге қатысты инсектицидтерге пайдаланған үшін шаруашылықтарға препараттың құны 50%-ға арзандату түрінде мемлекеттік субсидия көзделіп отыр. Әңгімеміздің басына қайта оралсақ, ақтөбелік шаруалар мал азығымен алдымен өздерін қамтып алуы тиіс. Бұл облыс басшысы Оңдасын Оразалиннің аудан әкімдеріне айтқан тікелей тапсырмасы. Бүгінде шөп ору науқаны қарқынды, мамандар кедергі жоғын айтады. Бүгінгі күнге облыс бойынша 1,5 жылдық жоспар дайындау шөп дайындалуда, ол 2,6 миллион тонна. Нақты бүгінгі дайындалып отырған ақпараттарға сәйкес 1,6 миллион тонна. Бұл жалпы қажеттіліктің 60%-ын құрап отыр. Шөп дайындау жұмыстары өте жақсы қарқынды жүргізіліп жатыр. Себебі біз деген апта сайын аудандар ашып, әрбір шаруашылықпен немесе селоске оқырды, сол барлық шөп жұмысын таныстармен көріп жүрміз. Шаруаларға облыс әкімдігі тарапынан берілер көмек биыл қар түспей қолға алынуы тиіс. Мамандар бұл үшін жұмыс жүріп жатқан тілге тиек етті. Себебі бұл шаруа тікелей өңір басшысының жіті назарында тұрғанын айта кеткен жөн. Мысалға былтыр шаруалар субсидияны желтоқсан айында алса, биыл біз ойлап отырмыз, облыс әкімінің өзінің арнайы тапсырмасы да бар, субсидия ертерек беріп отыр. Сол жөнінде біз ойлап отырмыз, немесе осы
тамыз айының ортасынан немесе әрі кеткенде қыркүйектен бастап субсидия төлеуді бастаймыз. Бұл шаруашылықтар өте қолайлы болады. Енді жалпы енді айтарлықтай қатты проблема жоқ. Қызылорда облысымен шектес Шалқар ауданындағы Бозой, Атырау облысымен көршілес Байғанин ауданындағы Дияр елді мекендерінде шөптің шығымы төмен. Облыс әкімінің орынбасары бұл аймақтағы жағдай бақылауда, қажетті шаралар қабылданып жатыр дейді. Шалқар ауданында Бозой айналасы ел мекенде сол жайылысы да шабындығы да нашар, сонда екі мақсат. Байғанин ауданында жаңа жол село округы Миялы, Оймаут, Дияр елмекендерінде жаңағыдай жағдай, сонда екі мақсатта біз жұмысты жоспарлап отырмыз. Ең алдымен малдың жәлімін ауыстыру, қашықтығына қарамай осы жұмысты біз көздеп отырмыз. Және ең алғашқы сол мақсат жеке қосалқы шаруашылықтарын жаңағы шөппен қамтамасыз ету. Жергілікті шаруалар биыл да қаржылай қолдауға ие. Бұл мал шаруашылығын жолға қойған кәсіпкерлерге үлкен демеу болары сөзсіз. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге 22,4 миллиард теңге көзделген. Аталған сомадан 16,5 миллиард теңге жергілікті бюджеттен қаралған. Осы үлкен қолдау сомасынан 14,5 миллиард теңге осы мал шаруашылық саласына көзделіп отыр. Айтып кетсек, 6,7 миллиард теңге мал азығына субсидиялау. Бұл да енді былтырғы салыстырғанда 1,2 миллиардқа жоғары. Осы үлкен қолдау шара нәтижесінде біздің малдың өсу және сүт пен еттің өсу байқалып отыр. Қалай десек те, жаздың бір күні қыстың 1000 күніне татиды. Сондықтан қамсыз қалуға болмайды. Мемлекеттің қолдауын тиімді пайдаланып, мал азығын ерте жинап алмасақ қиын. Оған көршілес облыстағы жағдай нақты мысал. Осындайда біз елдің бірлігі мығым болуын тіледік.